Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көркем күйдіру тәсілдері мен техникасы. Жалпы бүгінгі біздің сабақта күйдіру тәсілдері мен құрал жабдықтар туралы танысатын боламыз. Материалдар мен құралдарға тоқталатын болсақ, жалпы пирографиямен жұмысқа арналған аспаптардың бізде екі түрі бар. Олар температурасы бақыланатын, қатты ұштығы бар және сым қаламдары бар аспаптар. Бұл екі аспап бізде бірдей қызмет атқаратынына қарамастан, олар бір-бірінен ерекшеленеді. Яғни бірінші суретте көріп отырғандарыңыздай, ағаш бетін қатты ұштықпен күйдіруге арналған аспап және штиф саптамалар көрсетілген. Екінші суретте қарасаңыздар, қыздырылған сыммен ағаш бетін күйдіруге арналған аспап көрсетілген. Қатты ұштығы бар пирографиялық аспаптар, яғни бұл аспаптың құрылымы өте қарапайым, сыртқы түрі мен жұмыс қағидасы бойынша ол дәнекерлеу құралы сияқты. Бұл аспаптың артықшылығы ол күйдірілетін суреттің жуан сызықтарын жасауға немесе түрлі ою-өрнектер жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қатты ұштығы бар аспап ағаш бетінің көп жерін сызықтау мен реңк беруге немесе оларды қатты күйдіруге қабілетті. Мына суретті қарап отырсаңыздар, қатты ұштығы бар пирографиялық аспаптың құрылымы жеке-жеке көрсетілген. Келесі сым қаламдары бар пирографиялық аспаптар. Мұндай аспап зергерлік жұмыстарды тұмсық немесе қалам деп аталатын қондырмалар арқылы орындай алады. Бұл қондырмалар никель хром сымнан жасалады және шанышқы іспетті ұштағышқа орнатылған. Ол өз кезегінде сырт пішіні қарындашқа ұқсайтын тұтқаға бекітіледі. Сым қалам электр тоғы өтетін сым арқылы қызады екен. Бұл суретте, яғни сым қаламдары бар пирографиялық аспаптың құрылымы толықтай көрсетілген. Келесі пирографияның тәсілдері мен техникасына келетін болсақ, қазіргі уақытта пирографияның бұрын болмаған көптеген тәсілдері мен техникалары бар екен. Заманауи техникалар мен аспаптар нағыз өнер туындыларын жасауға мүмкіндік береді екен. Негативті пирография дегеніміз бұл тәсілдің ерекшелігі фон толығымен күйдіріледі, ал сурет өзгеріссіз қалады екен. Оны екі түрлі жолмен жасауға болады, яғни қосымша фон қосу немесе суретті өшіру арқылы жасалынады екен. Келесі тәсілі суретті жою дейді. Бұл әдістің техникасы ағаштың бүкіл бетін күйдіруден тұрады. Сондай-ақ астындағы суретті ашу үшін күйген жерлердің бөліктерін алып тастау керек. Ол қайтадан ағаштың бастапқы түсіне келеді екен. Келесі техникасы ашық отпен күйдіру дейді. Яғни пирографияның дәстүрлі әдістері әрдайым автордың барлық идеясын көрсете бермеуі мүмкін, сондықтан шеберлер бір орында тұрмайды, үнемі, яғни тәжірибе жасап тұрады екен. Осы жаңалықтардың бірі ашық отпен күйдіру техникасы. Ол негізінен дәнекерлеу шамымен жүзеге асырылады екен. Мысалы, бұл әдіс бұлыңғыр, қоңыр сары жолақтар сияқты ерекше әдемі әсерлерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл техниканың ерекшелігі сурет контуры үшін сазды пайдаланудан тұрады екен. Келесі каллиграфия, яғни бұл техниканың іс жүзінде қарапайым каллиграфиядан айырмашылығы жоқ. Тек пирографияға арналған қаламдар сиямен жазбайды, күйдіріледі. Яғни пирографиялық каллиграфия әдетте тақталар, декоративті табақшалар, плакаттар, арнаулар мен атауларда және тағы басқа заттарда қолданылады екен. Жалпы бүгінгі сабағымызда осы, яғни күйдіру тәсілдері мен құрал жабдықтар туралы, оның ішінде қарапайым екі құрал туралы таныстық. Жақсы, онда келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.